Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы жайсыз күн. Бүгінгі сабақта ұнамды және ұнамсыз жайттарды дәл сипаттауды үйренесің. Қолайсыз күн райы туралы сөйлесесің, жазасың. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Ерте, кеш, жарқырау, жел, жайсыз, құлау, қолайлы, сәуле. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып аламыз. Бірінші тапсырма. Сөздерді оқып, жаттап ал. Қолайсыз күн райы қай суретте берілген? Атап көрсет. Сөздерге назар аударайық. Жел, кеш, ерте, сәуле, күркіреу, құлау. Оқушылар, қолайсыз күн райы қай суретте берілген? Анықтайық. Қолайсыз күн райы берілген суреттерді бірге анықтайық. Жел, күркіреу, құлау. Оқушылар, сендердің де жауаптарың сәтті орындалды деп сенемін. Екінші тапсырма. Сөйлемдерді толықтыр. Сөйлемдерді толықтыратын қажетті сөздер: жаңбыр, құлады, ерте, күркіреді, жел. Оқушылар, іске сәт. Сөйлемдерді қалай толықтырдық? Бірге тексерейік. Мен бүгін ерте тұрдым, сабаққа кешікпей бардым. Міне, кеш болды, жаңбыр әлі жауып тұр. Солтүстіктен салқын жел соғады. Күн күркіреді, дауыл соқты, ауладағы ағаштар құлады. Жаңбыр жауып, күн күркіреді. Өте қолайсыз күн болды. Оқушылар, сендердің де толықтырған сөйлемдерің сәтті орындалды деп сенемін. Үшінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы, мағыналарын салыстыр. Оқушылар, берілген кестедегі сөйлемдерге назар аударайық. Салқын жел соқты. Сап-салқын жел соқты. Оқушылар, осы сөйлемнің ішіндегі сын есімнің жазылуына назар аударайық. Салқын, сап-салқын. Яғни екінші бағандағы сын есім күшейтпелі шырай түрінде жазылған. Сын есімнің алдынан күшейткіш буын қосарлану арқылы жасалған. Мысалы, сап-салқын. Күшейткіш буын сын есімнің алғашқы буынына немесе бөлігіне п дыбысының қосылу арқылы жасалады, және ол сын есіммен дефис арқылы жазылады. Әрі қарай келесі сөйлемдерді де оқып талқылаймыз. Таңертең күн ашық болды. Таңертең күн ап-ашық болды. Бұл жердегі күшейтпелі шырай түрінде берілген сын есім ап-ашық. Айнала жарық, тыныш болды. Айнала жап-жарық, тып-тыныш болды. Күшейтпелі шырай түріндегі сын есім жап-жарық, тып-тыныш. Күн суық болып кетті. Күн сұп-суық, жып-жылы болып кетті. Күшейтпелі шырай түріндегі сын есім сұп-суық, жып-жылы. Үйдің іші жылы болды. Үйдің іші жып-жылы болды. Күшейтпелі шырай түріндегі сын есім жып-жылы. Оқушылар, сендерге сын есімнің күшейтпелі шырайы түсінікті болды деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Сөйлемдерді оқы, мағыналарын салыстыр. А нұсқасы. Берілген сөздердің мағынасын күшейтіп айт. Үлгі: сары, сап-сары. Ә нұсқасы. Сөздермен сөйлем құра. Үлгі: аспандағы күннің түсі сап-сары. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Тапсырманың жауабын бірге тексерейік. А нұсқасы. Сап-сары.
Қоп-қоңыр, әп-әдемі, тап-таза, жап-жақын, қап-қара, кіп-кішкентай, жап-жасыл, біп-биік, қап-қатты. Ә нұсқасы: аспандағы күннің түсі сап-сары, менің бәтеңкем қоп-қоңыр. Мына қуыршақ қандай әп-әдемі, айнала тап-таза. Біздің үй мектепке жап-жақын, аспан түнде қап-қара болды. Менің кіп-кішкентай добым бар, шөптің түсі жап-жасыл, біп-биік үйлер аспанмен тіресіп тұр. Мына кәмпит қап-қатты екен. Оқушылар, сендердің де тапсырманы сәтті орындап шыққандарыңа сенімдімін. 5-ші тапсырма. Суретке қара. Күн райының өзгеруі туралы әңгіме құрап айт. Оқушылар, іске сәт. Күн райының өзгеруі туралы қандай әңгіме құрадық? Жауабын біз ұсынған жауап үлгісімен тексеріп көрейік. Таңертең күн райы өте қолайлы болды. Күн жарқырап тұрды. Құстар ән салып, самал, жел соғып тұрды. Түстен кейін күн райы күрт өзгерді. Аспанды қара бұлт торлап, күннің көзі жасырынып қалды. Қатты жел тұрып, бірден сіркіреп жаңбыр жауды. Жаңбыр толассыз жауды. Сәуле терезеден күн райын ұзақ бақылап отырды. Оқушылар, сендердің де құрастырған әңгімелерің сәтті орындалды деп сенемін. 6-шы тапсырма. Сурет бойынша шағын әңгіме жаз. Қоршаудағы сөздерді қолдан. Үлгі: бүгін сәуле ерте тұрды, терезеге қарады. Күн ап-ашық жарқырап тұрды. Айнала тып-тыныш болды. Ағаштың жапырақтары да қозғалмады. Жел жоқ. Оқушылар, сурет бойынша шағын әңгімені жалғастырып жазамыз. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Сурет бойынша қандай әңгіме құрастырып жаздық? Жауабын бірге тексерейік. Бүгін сәуле ерте тұрды, терезеге қарады. Күн ап-ашық жарқырап тұрды. Айнала тып-тыныш болды. Ағаштың жапырақтары да қозғалмады. Жел жоқ. Сәулеге осындай күн райы қатты ұнайды. Сәуле жаттығу жасады. Жүгірді. Далада ұзақ жүрді. Кенет түске жақын күн райы қолайсыз бола бастады. Күн күркіреп, қатты жел тұрды. Сіркіреп, жаңбыр жауды. Сәуле үйге қарай жүгірді. Жолда бір құлап алды. Үсті басы су болды. Сәулеге мұндай күн райы ұнамайды. Оқушылар, сендердің де құрастырған әңгімелерің сәтті орындалды деп сенемін. 7-ші тапсырма. Мәтін бөліктерінің ретін анықта. Оқушылар, берілген мәтін бөліктерін оқып, ретін анықтайық. Жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Мәтін бөліктерінің ретін қалай анықтадық? Бірге тексерейік. Бүгін сәуле ұйқыдан ерте тұрды. Ол беті қолын жуды, тез киінді. Таза ауада жаттығу жасауды ойлап, сыртқа шықты. Айнала тып-тыныш болды. Сәуле жаттығу жасады. Одан кейін жүгірді. Кенет жел соқты. Аспанды бұлт жауып, күн күркіреді. Көп кешікпей жаңбыр жауды. Күн райы өте қолайсыз, жайсыз болды. Сәуле үйіне жеткенше бірнеше рет құлады. Үсті басы әбден балшық болды. Оқушылар, тапсырманы сендер де дұрыс орындады деп сенемін. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік?
Ұнамды және ұнамсыз жайттарды дәл сипаттауды үйрендің. Қолайсыз күн райы туралы сөйлестің, жаздың. Енді бүгінгі сабағымызға бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 57-ші беттегі 8-ші тапсырма. Қарсы мәндес сөздерді тап. Үлгі, тез, баяу. Оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңдар.